Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Құрметті менің көрермендерім. Міне мына көкте уже көтеріліп жатыр. Шөп. Қазір бізде жаңбыр жауып жатыр, әлсін-әлсін. Дождевик киіп алып. Қырда мал бағып жүрген жайымыз бар. Көп қойшылар сіздерге көріне ме көрінбей ме, ано жақта қазір кетіп бара жатыр ауылға қарай. Жаңбырдан қашып. Дождевигі барлар, кішкене не сияқтылар отыр. Сіздерге көріне ме көрінбей ме, тура алдында қазір мына жерде мал жатыр. И және мына жерде қарай көрдіңіздер ме, көріне ме көрінбей ме, ол да ауылға қарай кетіп бара жатыр. Енді мына дождевиктен өткенше енді тұрамыз енді. Дождевиктен өткен екен амал жоқ, су болады. Ауырып қалам құрбосқа, қайтам ауылға. Ана тура осындай дождевиктің военный деген болады екен. Мөлдем су өткізбейтін, сондайға тапсырыс бердім. Құдай қаласа апрельдің 3-4 кеп қалу керек. Сол кезде алып соны киіп шығатын боламыз. Әзірге осы Қытайдың көк дождевигіменен жүрміз енді. Бірақ жаман емес. Бірінші мәрте киіп отырмын бүгін. Жаңбыр ештеңе өтіп отқан жоқ. Су өтіп отқан жоқ, үстін нам емес. Міне қойлар мәз-мейрам болып жайылып жүр ағайын. Көрермендерім, қораларыңыз қойға толсын, дамыңыздар. Тек қана алға қазақ елі, әр қазақ байы болсын.